Кітап тәрбие мен танымның қайнар көзі, ал кітапхана руханияттың алтын тұғыры. Іле ауданына қарасты Боралдай ауылдық балалар кітапханасы балалардың білім мен тәрбие жолындағы сенімді серігі. Кітапхана 2008 жылдан бері оқырмандарына тұрақты түрде қызмет көрсетіп келеді. 1057 оқырман, 11600 дана кітап қоры бар. Қор кітапханалық, библиографиялық және әмбебап ондық жүктеу тәртібімен орналасқан. Оқырман формуляры кітапхана күнделігі толтырылады. Мен Кабирова Гүлнар Ақансері қызы, Боралдай ауылдық балалар кітапханасының меңгерушісі. Кітапхана саласындағы жұмыс өтілімім 24 жыл. Жас ұрпақты кітап арқылы тәрбиелеу менің басты мақсатым. Кітапхана оқу залы 12 орынға арналған, заманауи техникамен толық жабдықталған. 2024 жылдан бастап Елбіз бағдарламасы енгізіліп, оқырмандарға қызмет көрсету сапасы арта түсті. Кітапхана жаңалықтар мен іс-шаралары әлеуметтік желілерде белсенді жарияланады. Ақпарат таратуда жаңа медиа кеңінен қолданылады. Қазіргі таңда кітапхана жұмысында жасанды интеллект те кеңінен қолданылады. Жи арқылы бейнероликтар жасау, әлеуметтік желілерге креативті контент дайындау, жарнама мәтіндерін генерациялау жұмыстары жеңілдеді. Бұл кітапхананың заманауи, көркем әрі тиімді болуына жол ашты. Кітапхана жанында ертегілер әлеміне жол, балаларға базарлық жобасы, ертегілер еліне клубы, балауса үйірмесі жұмыс істейді. Балаларды кітап оқуға тарту үшін сторителлинг, буктрейлер, библиофреш, зияткерлік ойындар сынды жаңашыл әдістер қолданылады. Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына, Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына, Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған әдеби кештер жас ұрпаққа рухани тәрбие беруде маңызды рөл атқарады. Мақсатым жас ұрпақты мейірімділікке, парасаттылыққа, отансүйгіштікке баулу. Әр балаға кітапқа деген қызығушылықты оятып, бағыт-бағдар беру басты мұратым. Рухани қазына 2025 фестивалі біздің еңбегімізге берген зор баға.